Орал Аминовна har qanday өзі бастаған ісін ақырына дейін жеткермегенше тынып тыншымай, педайлық пенен халық саламатлығын қорғау жолында желіп жуырулары бекар кетпеді. Ол докторлық ilmiy диссертациясында қорғап шығуға ерісті. Оның ұсындай талапшаңлығы, жоғары инсанилық фазилетлерін өз дәуірінде шайыр ағамыз Өзбекстан қаһарманы Ибраим Юсуп та тереңнен серлеп, кеулі толып, бір-екі шуақ қосық жазғанында бар. Көже елінің қарапайым, қызы Орал, доктор алым, кім ойлаған айнанайын болар деп дүнияға мәлім. Өз заманы келсе керек, даңқы жер жәһәнге жетті, пөткіл Азияға дәрек, сыйлық оған нәсіп етті. Орал Аминовнаның ilmiy зерттеулері халықаралық көлемге шықты. Ол дүнияның түрлі мемлекетлерінде болып, арал апатшылығын инсан саламатлығы көз қарасынан түсіндірді. Халықаралық экспертлері оның жұмыстарын экология һәм медицинаны байланыстырған ең актуал дәстемкі комплексті зерттеулерден бірі сипатында жоғары бақалады. Батыс баспасөзінде ол арал апатшылығының инсан саламатлығына тәсірін ашып берген жетекші ілімпаз деп тарифленді. Айырым дәреклер болса, оны орайлық Азияда аял қыздар һәм балалар саламатлығы үшін күресіп атырған дауыс деп атады. Оның бейбақа, теңсіз жойбарлары мыңлаған инсанлардың тұрмысын жақсылауға ұнамды тәсір көрсетті. Оның талапшаңлығы, хақиқи жан күйерлігін тереңнен сезген, оның гуасына айланып көрген халықаралық шөлкемлер бұл жұмыстарын, басламаларын халықтың саламатлығын сақлауда ең бір нәтижелі модель сипатында жоғары бақалады. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық жазушысы Өзбекстан қаһарманы Төлепберген Қайыпбергенов өз дәуірінде егер маған 21-ші әсірдегі Қарақалпақ қызларының образын жаратып бер десе, Орал Атаниязова хақында жазар едім деп өзінің кеуіл кешірмелерінде жазған еді. Орал Аминовна білімлендіру тарауында да үлкен реформаларды әмелге асырды. Оның өмір бойы атқарып кетірген милет жолына нәзер салар болсақ, тіллерде дәстан болары анық. Арал Аминовна to'g'risida gapirsak, birinchi navbatda bu insonni men shu Toshkent pediatriya institutining Nukus filiali rektori sifatida taniganman va bu inson uzoq yillar davomida ushbu ta'lim muassasasida rektor bo'lib ishlab kelganlar. Deyarli 25 yilga yaqin yillar davomida shu ta'lim muassasalarini boshqarib kelganlar va shu yillar davomida bir qancha ijobiy ishlar amalga oshirganlar. Birinchi navbatda bu ayniqsa shu institutda moddiy texnika bazasini mustahkamlash borasida. Bularni faoliyat davrida yangi o'quv binolar tashkil etilgan, fakultetlar kengaytirilgan, talabalar kampusi tashkil etildi. Va eng asosiysi zamonaviy universitet klinikasi ishga tushirildi. Yangi fakultetlar ochildi. Boshida demak faqat pediatriya fakulteti bo'lgan bo'lsa, yillar davomida davolash ishlari, tibbiy profilaktika, stomatologiya, farmatsiya fakultetlari tashkil topdi. Va aynan shu sababli deyarli barcha tibbiyotdagi sohalar bo'yicha kadrlar aynan shu institutda tayyorlanib kelinmoqda. Орал Аминовна бұл тек қана бір инсан емес, бүтін бір мектепті жаратты. Ол медицинаны экологиямен байланыстырды. Ілімді болса, әмели шешімге айландырды. Инсан саламатлығын ең жоғары қадірият сипатында көрсетті. Оның жұмыстары бүгінгі күнде де қызғын давам етпекте. Ол белгілі алым, шпакер болып қоймастан, жәмиетлік іскерлігі менен де жәһәнге мәлім болды. Бүгін Қарақалпақстан медицинасының рауажлануына өзгеше бұрылыс жасаған хақиқи реформатор, жәмиетлік іскер, медицина ілімлерінің докторы, профессор, Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген ілім қайраткері, Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен жастар ұстазы, мемлекеттік сыйлықтар менен бірге бірінші дәрежелі сағлам аулат үшін ордені, экологиялық машқалаларды шешудегі педайы үлесі үшін Goldman дүниежүзілік экологиялық сыйлықтарының иесіне айланған Қарақалпақ халқының жан күйер қызы Орал Аминовна Атаниязованы ата-анасы дүнияға келтірген күн. Ол өзінің дерлік 50 жылдан асламырақ өмірін медицина тарауын көтеруге, маман кадрларды жетістіріп шығуға арнады.
Қазіргі уақытта да тек қана өзімізде емес, бүткіл орайлық Азия елдері арасындағы ең белсенді жәмиеттік іскер хаялардың бірі сыпатында дүнияға танылды. Біз Орал Аминовнаға ұзақ өмір, талмас күш-жігер, дүр етуші кісілеріне табыстар тілейміз.